Сәлеметсіздер ме студенттер? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз дефис арқылы жазылатын сөздер, шылау және одағы сөздердің жазылуы, бас әріп, тасымал. Осы тақырып аясында мынадай мәселелер қарастырылады. Бірінші, дефис арқылы жазылатын сөздер, шылау мен одағы сөздердің жазылуы. Екінші, бас әріптің қолданылуы. Үшінші, тасымал. Дефис арқылы жазылатын сөздер. Қос сөздер дефис арқылы жазылады. Мысалы, қып-қызыл, жалт-жұлт, ыдыс-аяқ, көзбе-көз. Екі сөзден тұратын ғылыми дәреже, атақтардың, қызмет дәрежесін немесе мамандықты көрсететін атаулар дефис арқылы жазылады. Мысалы, премьер-министр, вице-президент, әнші-композитор. Қосалқы мүшелі күрделі атаулар. Мысалы, кафе-бар, вагон-ресторан, диван-кереует. Орыс тілінен енген дефис арқылы жазылатын кісі, жер-су аттары және кейбір халық аттары дефис арқылы таңбаланады. Мысалы, Дон Кихот, Мамин Сибиряк, Нью-Йорк, Финно-Угор. Түркі, парсы, тағы басқа халықтар есімдерінің соңында келетін паша, бей, заде, оғлы сияқты тұлғалар, араб халықтар есімдерімен келетін әл, аш, ар, аз, эт, бен сияқты элементтерден соң дефис қойылады. Олардың өздері кіші әріппен алдыңғы сөзден бөлек жазылады. Мысалы, әл-фараби, тұрсын заде, ағамалы оғлы, Исмаил бей, Осман пашы. Реттік сан есімдер цифрмен жазылса, өзіне қатысты сөздің араларына дефис қойылады. Мысалы, 7-ші сынып, 15-ші үй. Айды, жылды көрсететін цифрмен ай атын білдіретін сөз және жылы деген сөздердің арасында дефис қойылмайды. Рим цифрынан кейін дефис қойылмайды. Сөздің басқа әрпімен қысқарған сөзге, цифрмен жазылған сан есімге, пайыз, градус таңбалары бар цифрмен жазылған сан есімге, жеке әріп түрінде алынған объектіге қосымша дефис арқылы жазылады. Мысалы, ақшта 100-ден 50 градусқа 25 пайызға. Шылау сөздердің жазылуы. Шылаулар негізінде бөлек жазылады. Мысалы, сабақтан кейін, қалам мен сия, аз ба көп пе. Ақ, ай, ау, мыс, ды, тіті сынды шылаулар өздерінен бұрынғы сөздерден дефис арқылы бөлініп жазылады. Айтыпты мыс, барғанды, маме, бабе, папе сұраулық шылауы түбір мен қосымша арасында қолданылғанда м, б, п болып өзгерген қалпында бірігіп жазылады. Мысалы, келесің бе, келемісің, сұлтансың ба, сұлтанбысың. Арларына даде, тате шылауын салып, жазылған қос сөздер дефис арқылы таңбаланады. Шылау сөз бірінші сыңарға қосылады. Мысалы, уда шу, ұрда жық, аста төк. Одағайлардың жазылуы. Одағайлар көбінесе естілуінше жазылады. Сондықтан бір одағай 2-3 түрлі болып жазылуы мүмкін. Мысалы, ойпырай, ойпырой, ойпырой, ойпырмай, ойпырмау. Бір сөздің 2-3 қайталанып айтылуы одағайларда жиі кездеседі. Ондай кезде араларына дефис қойылады. Мысалы, әй, жә, моқ, ха. Түбір сөз тұтасымен қайталанбай, жеке дыбыстары қайталанып, айтылуы да одағайларға тән құбылыс. Мұндайда қайталанған дыбыстар дефис арқылы жазылады. Мысалы, эхе, қап, ура, әй. Бас әріптің қолдануы. Нүкте, сұрау, леп белгілерінен кейінгі сөйлемнің бірінші сөзі өлеңнің әрбір жолы бас әріппен жазылады. Кісі аттары, географиялық атаулар, кәсіпорын аттары, кітап, журнал, шығарма, мереке, ұйым, мекеме тағы басқа бас әріппен жазылады. Мысалы, Абай Құнанбаев, Балқаш, Наурыз мейрамы, Мәдениет министрлігі, Тіл білімі институты. Күрделі есімдерден құралған атаулардың әрбір сөзі бас әріппен жазылады. Бірінші, ең жоғарғы мемлекеттік қызмет аттары мен құрметті атақтар. Қазақстан Республикасының президенті, президент әкімшілігі, Қазақстан халық қаһарманы. Екінші, мемлекеттердің, республикалардың, жоғарғы мекемелер мен ұйымдардың күрделі атауларының әр сөзі. Мысалы, Қазақстан Республикасы,
Ресей Федерациясы, Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы. Әртүрлі мекемелердің, білім ғылым орындарының, партиялардың, ұйымдардың, бірлестіктердің, қорлардың, тағы басқа күрделі атауларының бірінші сөзі ғана бас әріппен жазылады. Мысалы, Сыртқы істер министрлігі, Ғылым академиясы. Кісі аттармен қабаттаса айтылатын тұрақты эпитеттер жалқы есімнің алдынан келсе бас әріппен, соңынан келсе кіші әріппен жазылады. Мысалы, Жаяу Мұса, Ертөстік, Аяз би, Ақан сері. 2 я 3 сөзден құралған Корея, Индонезия, Бирма, Таиланд сияқты халықтардың аты жөндерінің әрбір сөзі бас әріппен жазылады. Мысалы, Ким Ир Сен, Хо Ши Мин. Басқа тілдерден енген кісі аттарындағы артикль, демеуліктер дефиссіз кіші әріппен бөлек жазылады. Мысалы, Леонардо да Винчи, фон Бисмарк, Бадуэн де Куртене. Дефис арқылы жазылатын екі сөзден құралған фамилиялардың екеуі де бас әріппен жазылады. Мысалы, Жолио Кюри, Семенов Тяншанский. Әрі алуан мифологиялық иелердің, құдайлардың, әулиелердің аттары бас әріппен жазылады. Мысалы, Зевс, Будда, Зеңгі баба, Ойсыл қара. Ру аттары кіші әріппен жазылады. Керей, Уақ. Халық, ұлт, тайпа аттары және адамның тұрған жеріне қарай лық-лік, дық-тік, тық-тік жұрнағы жалғанып жасалған атау кіші әріппен жазылады. Мысалы, қазақ, орыс, қытай, павлодарлық, мәскеулік, семейлік. Мал, құс, ит, тағы басқа қойылған аттар бас әріппен жазылады. Мысалы, жолбарыс, бөрібасар, қараторғай, ақбоз, көкжорға. Көше, алаң, парк, шоссе, көпір, канал, жол, тарихи ғимарат, тағы басқа аттарының бірінші сөзі бас әріппен жазылады. Мысалы, Жібек жолы көшесі, Түрксіб темір жолы, Панфиловшылар паркі. Тырнақшаға алынып жазылған зауыт, фабрика, колхоз, трест, комбинат, спорт қоғамдары, кәсіпорын, шахта, театр, тағы басқа аттары бас әріппен жазылады. Аса маңызды тарихи дәуірлердің, революциялардың, уақиғалардың, мерекелердің аттары бас әріппен жазылады. Егер ол аттар күрделі болса, бірінші сөзі және кейбір атаулардың алдынан айтылатын ұлы деген сөз бас әріппен жазылады. Мысалы, Ұлы Отан соғысы, Жаңа жыл, 1 мамыр, 1 маусым. 1 маусым, 9 мамыр дегендердің алғашқы сөзі цифрмен таңбаланса, маусым, мамыр деген сөздер бас әріппен жазылады. Мысалы, 1 маусым, 9 мамыр. Кейбір аса маңызды құжаттардың Конституция, келіссөз, тағы басқа аттары бас әріппен жазылады. Мысалы, Тіл комитетінің құру туралы жарлық, Қазақстан Ресей келіссөзі. Бұрынғы ордендердің аттары тырнақшаға алынбай, әрбір сөзі бас әріппен жазылады. Мысалы, Еңбек қызыл ту ордені, Қызыл жұлдыз ордені, Халықтар достығы ордені. Кейбір ордендер мен медаль аттары және құрметті атақтар тырнақшаға алынып жазылады. Мұндайда олардың бірінші сөзі ғана бас әріппен беріледі. Мысалы, Ардақты ана ордені, Еңбектегі ерлігі үшін медалі. Ресми құжаттардағы шартты атаулардың бас әріппен жазылады. Мысалы, жоғары мәртебелі президент мырза. Жоғары дәрежелі қызмет аттары мен құрметті атақтардың әрбір сөзі бас әріппен жазылады. Мысалы, Кеңес одағы батыры, халық қаһарманы, Қазақстан Республикасының президенті. Бірінші әріптен қысқарған сөздердің әрбір әрпі бас әріппен жазылады. Мысалы, ТМД, қ, БОО. Тасымал жолдары. Жазып келе жатқан жолға сыймаған сөз буын жігіне қарай тасымалданады. Мысалы, ала, қан, тағы басқа. Екі дауысты дыбыстың ортасында келген и мен у дыбыстары бар сөздерді буындағанда, бұл дыбыстар келесі буынның басында келеді және солай тасымалданады. Мысалы, да, ус, са, уат. У, и, қосар әріптерінің орнына жазылатын у, и әріптері бар сөздер буындалғанда, келесі буын дауысты әріптерден басталады және солай тасымалданады. Мысалы, бу, ын, су, ық, қи, ын, ти, ын.
сөз ішінде 3 дауыссыз дыбыс қатар келгенде алдыңғы жолда 2 дауыссыз қалдырылып, келесі жолға 3-ші дауыссыз дыбыс шығарылып тасмалданады. Мысалы, қо, мырс, қа, жо, мырт, қа. Біріккен сөздер буын жігімен де, түбірлер жігімен де тасмалдана береді. Мысалы, б, рыңғай немесе бір, ыңғай. Орыс тілінен енген сөздерге қазақ тілінің қосымшалары жалғанғанда, олар буын жігіне қарай тасмалданады. Рө, лін, де. Мынадай орындарда тасмал жасауға болмайды. Бірінші, 2, 3 не одан да көп әріптерден құралған бір буынды сөздер тасмалданбайды. Мысалы, ай, күн, пункт. Екінші, сөздің жеке әрпін сол жолдың өзінде қалдыруға немесе келесі жолға тасмалдауға болмайды. Мысалы, а, ра, а, яқ, а, лақан. Үшінші, бас әріптен қысқарған сөздерді бөліп тасмалдауға болмайды. Мысалы, бо, о, немесе бо, о. Келесі. Кісі атының қысқартылып алынған әрпі, инициалдары фамилиядан айырылып, сол жолда қалдырылмайды, және келесі жолға көшірілмейді. Мысалы, МО Әуезов, тағы басқа. Келесі. Цифр арқылы таңбаланатын сандарды оларға қатысты қысқарған атауларынан бөлмеген жөн. Мысалы, 25 гектар.